Баршаңызға ассаламу алейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менде өте нәзік, жұп-жұмсақ, дәмді болып шығатын, сүзбе қосылған өте ерекше пирог әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Ол үшін видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бізге ерітілген сары май, үй бөлмесінде 3 жұмыртқа, қаймақ, қант, қопсытқыш, сонымен қатар ұн қажет болады. Ерітілген сары майдың үстіне жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап толықтай араластырып аламыз. Майларыңызды үй бөлмесінде еріте алмасаңыздар, онда баяу отта аз ғана ерітіп алсаңыздар болады. Толықтай қанты ергенше араластырдық. Енді сметанасын салатын боламыз. Яғни 20% қаймақты қосамын. Кез келген пайыздағы қаймақ жарай береді. Бүгінгі видеомда менде аздап балалардың дауысы шығады. Оған мән бермеңіздер, ренжімеңіздер. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, аз-аздап салып араластырып отыратын боламыз. Осы сәттен бастап духовкаларыңызды қыздыра берсеңіздер болады. 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әрқалай жұмыс жасағандықтан қарап отырсаңыздар болады. Бізде қою масса шықты. Ендігі кезекте формамызға пергамент қағазын төсеп, массамызды құятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде масса қою болады. Өте қою болып шығады. Енді осы массамызды тегістеп осылай жағып шығатын боламыз. Достар, менің видеоларым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мен кез келген комментарийді оқимын, жауап беремін. Бұйыртса алдыда неше түрлі рецепттермен бөлісемін. Үй жағдайында қарапайым рецепттер. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар достар. Сонымен қатар қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Бір тегістетіп жағып алдық. Ендігі кезекте начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін сүзбе, қант, кукурузный крахмал, сонымен қатар жұмыртқа қолданатын боламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып алып, осындай кондитерлік салафанға салып, пирогымызды сәндеп шығатын боламыз. Жақсылап салып алғаннан кейін кондитерский мешогымызды кесіп аламыз аузын. Сонымен осылай торша етіп жасайтын боламыз. Сызып осылай тор жасап алатын боламыз. Әркім енді өз қалауы бойынша сәндеп сызса болады. Мен осылай салып шықтым. Достарым, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Тез жасалынады. Осымен духовкамызға салып, 170 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Келесі видеода жолыққанша аман болыңыздар.